Ассаламу алейкум, баршаңызға бүгін осындай жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең әуелі қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы суға тұзымызды салып, ұнымызды дайындап, оның үстінен осылай суымызды құйып, кәдімгі еттің қамыры сияқты қаттығып қамырымызды илеп алатын боламыз. Жұмыртқа қоссаңыздар да болады, бір жұмыртқа қоспасаңыздар да болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тындыруға қоямыз. Одан кейін сәлден соң қайтадан алып, қамырымызды тағы бір илеп жіберсек, жақсы қанатын болады, және де қамырымыз бір тегіс болып шығады. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге картоп, пиязы және де етімізді барлығын сақтап турап аламыз. Одан кейін қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, етімізді қуыратын боламыз. Етімізді жақсылап араластырамыз. Жақсылап етімізді қуырып болғаннан кейін, сарғыш түс болғаннан кейін, қызара бастаған соң, үстіне картопымызды және де пиязымызды салып қуыратын боламыз. Күнделікті жасап жүрген қарапайым жаппасай тағамы. Түскі және де кешкі астарыңызға жасасаңыздар болады. Жасалу жолы өте қарапайым. Осылай тұзын саламыз дәміне қарай. Одан кейін томатный пастамызды қосамыз. Қызанағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып болғаннан кейін, одан кейін қара бұрыш қосатын боламыз дәміне қарай. Тағы да басқа дәмдендіргіштер қоссаңыздар болады дәміне қарай. Енді жақсылап араластырып, суымызды құятын боламыз. Суды теңшеп құятын боламыз. Өте көп құйсақ та болмайды. Бір қалыпты құйып шығатын боламыз. Мінекей суын құйып болдық. Енді араластырып, одан кейін бетіне қақпағын жауып, отымыздың астын теңшеп, қалыпты мөлшерге қоятын боламыз. Енді бағанағы тынған қамырымызды алып, ұнымызды сеуіп, осылай бастапқыда қамырымызды басып шығамыз. Осылай бастапқыда қолымызбен біраз басып алсақ, қамырымыз ары қарай жақсы жайылатын болады. Енді оқтауымызбен қамырымызды сағат тілі бойынша айналдырып, осылай екі жақ шетінен ұстап, оқтауымыздың қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қамырды жаю барысында осылай ұнымызды сеуіп, одан кейін осылай сағат тілі бойынша айналдырып, оқтауымызға өте көп салмақ түсірмей, осылай екі шетінен қолымызды жай басып, қамырымызды осылай айналдырып, жайып шығатын боламыз. Қамырымыз егерде біраз жұмсақтау болса, онда біраз кептірсеңіздер болады. Қамырымызды орап, ең соңында осылай жайып аламыз. Қамырымыз мінекей болды. Енді үстіне сұйық майымызды жағып шығатын боламыз. Осылай бір тегіс қылып, барлық жеріне сұйық майымызды жағып шығамыз. Қамырымызды неғұрлым қатты илейтін болсақ, қамырымыз жазбайтын болады. Осылай сұйық майды барлық жеріне жағып болғаннан кейін, қамырымызды кесіп шығатын боламыз бөліктерге бөліп. Мінекей осылай барлығын кесіп болғаннан кейін, төрт бұрышты етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Төрт бұрышты қылып кескен кезде көлемі өте үлкен емес, өте кішкене емес, бір қалыпты қылып кесіп шығамыз барлығын. Мінекей кеспелеріміз дайын болды. Енді қайнаған суымыздың үстінен осы кеспелерімізді салып шығатын боламыз. Егерде каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, және де достарыңызбен осы видео рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей суымыз қайнап, етіміз пісті. Енді үстінен осылай қамырларымызды үстіне қойып шығатын боламыз. Астыңғы май жағылған бөлігін астына қаратып, осылай барлық қамырымызды үстіне қойып шығатын боламыз. Ешқандай жабыспайды. Осылай астына май жағылған бөлігін астына қаратып, барлығын осылай үстіне дізіп қойып шығатын боламыз. Мінекей қамырымыздың барлығын салып болдық. Енді бетін жауып, баяу отта 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей жаппасайымыз дайын болды. Ешқандай жабысқан жоқ, май жағылғандықтан жабыспайды. Жаппасайымыз өте дәмді әрі тойымды болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.